Иса Мәсіхпен жүрген сендердің барлық қажеттілеріңді де менің Құдайым кереметтей қамтамасыз ететін болады. Филиппіліктерге арналған хат, 4-ші тарау, 19-шы аят. Паулдың Құдайы біздің де Құдайымыз. Ол бізді барлық қажеттіліктерімізден шығарады. Паул филиппіліктерге осы сөздерді айтқан кезде бұған толық сенімді болды. Сол сияқты біз де өзіміз туралы ойлаған кезде дәл солай толық сенімді бола аламыз. Құдай осындай кереметтер істегісі келеді. Себебі бұндай істер оның қасиетіне сай. Ол бізді жақсы көреді және бізді жарылқау мүмкіншілігіне қуанады. Себебі Құдай бізді жарылқаған кезде бұл ісі оның өзін мадақтайды. Оның бізге аяушылық білдіруі, оның күші, оның сүйіспеншілігі, оның адалдығы. Осының бәрі біздің еш нәрседен тапшылық көрмеуімізге ықпал етеді. Құдай өлшемінің көлемі қандай? Ол бізді Иса Мәсіхтегі өзінің даңқты байлығымен толықтырады. Оның рахымдылығының байлығы ұлы, дегенмен оның даңқының байлығы туралы біз не айта аламыз? Бұл Иса Мәсіхтегі даңқты байлық. Оның толықтығын кім өлшей алады? Міне, Құдай бізді мұқтаждықтарымыздың тұңғиығынан осындай шексіз өлшеммен толтырғысы келеді. Ол Тәңіріміз Исаны рақымдылықтың қоймасымен құбырына айналдырады. Сөйтіп, өз сүйіспеншілігінің байлығын бізге сол құбыр арқылы аямастан жіберіп отырады. Осы жолдарды жазып отырған адам Құдай ісінде сынақты бастан өткізудің не екенін жақсы біледі. Адамдар жақсылыққа жамандықпен жауап беріп, Құдайдың қызметшілерін қаншалықты қорласа да, олар Құдайдың батасымен байиды. Себебі, сендердің барлық қажеттеріңді де менің Құдайым кереметтей қамтамасыз ететін болады деген уәде орындалуы керек. Құдайдың қамтамасыз етуі ақша сақтау мекемесінің қай-қайсысынан болса да сенімді.